басшысының сол кезде әскери түс жариялау туралы шешімінің ар жағында Қытаймен және Солтүстік Кореядан келетін қауіптен Оңтүстік Кореяны қорғау туралы себеп жатқандығын көруге болады. Бұл бір. Екіншіден, Оңтүстік Корея президентіне импичмент жариялатқан Оңтүстік Корея парламентіндегі лидер сипатында қарсылас, оның қытайшыл екендігі мен сол кезде айтқан болатынмын. Себебі ол Корей ұлтшылы деп айттым оны. Ол Солтүстік Кореямен бейбіт бірігу, Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея бірігіп, Оңтүстік Корейдің аса дамыған технологиясыменен, байлығыменен, Samsung, Hyundai, LG, Daewoo'сы бар, жаңағы әскери технологиясы бар. Сонысыменен Солтүстік Корейдің аса мол жерасты байлығын біріктіріп, қуатты Корей мемлекетін құру арманыменен ауырады ол. Және ол Қытаймен экономикалық қатынасты қалыпты сақтау, айдаладағы Америкадан қасымыздағы Қытай жақсы дейтін көзқарасты ұстанатын әсіре қытайшыл саясаткер болған. Енді қараңыздар, Оңтүстік Кореядағы осы жолғы әскери өзгеріс, бұның артында Қытай, Солтүстік Корея тұрғандығын білсек, ал Солтүстік Кореяның Ресейге ресми әскери көмек беріп жатқандығын білсек, яғни Оңтүстік Корея қазір Корей түбегі тағы бір мәрте халықаралық геосаясаттағы бір стейжге, сахнаға айналып қалған. Бұл сахнада қанша ойыншы бар? Оңтүстік Кореяның кәдімгі Корей демократиясын қорғайтын саясаткерлер тұр. Екіншісі, Қытайға бүйрегі бұратын жаңағы парламенттегі маңызды тұлға тұр. Үшіншісі, Солтүстік Корейдің жаңағы саяси мүддесі тұр. Оның ар жағында Ресей технологиясы тұр. Мысалы, хаккерлік мәселеде Солтүстік Корея, Оңтүстік Корейдің интернет жүйесін бұзып кіреді дегенге менің өзім сеніңкіремеймін. Оның ар жағында Ресей де Қытай да қатарынан тұр. Ал Қытай Оңтүстік Корейдің әсіре америкашыл болып кеткенін қаламайды. Кем дегенде бейтарап қалсаң қал, кем дегенде антиқытайлық саясат қолданба деп Қытай Оңтүстік Кореяде өзінің қытайшыл саясаткерлерін билікке әкелгісі келеді. Және солардың қолымен Оңтүстік Корея және Қытай экономикалық қатынасында Қытай пайда тауып отырғысы келеді. Мысалы, Samsung Қытайдың ұялы телефондар нарығында аса маңызды рөлге ие. Және Hyundai көлігі аса маңызды рөлге ие. Ал екі елдің ортасындағы сауда қатынаста өте жоғарғы көлемде жүреді. Енді осының бәрінде, мысалы, Корейдің безену бұйымдары, Корейдің видео өнімдері, телерадио өнімдері, мысалы, фильмдері, Корейдің киім-кешегі Қытай нарығында аса жоғарғы деңгейге ие. Ал бірақ Қытай осының барлығында технология ұрлау. Жаңағы екі елдің ортасындағы сауда қатынасында Қытайға пайдалы құрамды көбейту дейтін мәселеде Қытайдың жаңағы өте қатты жұмыс істейтіндігі екі бастан белгілі. Демек, Оңтүстік Корея, Корей түбегіндегі соғыс аяқтап, екі Корейдің ортасында 38-ші параллель сызығы сызылғаннан бері дүние тарихында екінші мәрте халықаралық үлкен саяси ойыншылардың сахнасына айналды. Бұл деген сөз, міне қарасаңыз, Трамптың Оңтүстік Кореядағы әскери базадағы Американың сарбаздарына қоңырау шалып, қал жағдайын білуі, жаңа ортадамына жұрттың бәріне белгілі, әзіл айтуы Трамптың бұл жерде мән жатыр. Марко Рубионың Қытайдың қарсыластарын бір араға жия қоюы, Қытайдың ең жаңағы арасында қатынасы ушығып тұрған Филиппинмен сөйлесе қалуы, бұда да мән тұр. Енді мән. Егер Қытай оңтүстік теңізде соғыс ашатын болса, Американың әскери кемелері, әскери қару жарақтары, суасты сүңгуір кемелері Қытай жақ теңізге жылжитын болса, онда маңызды тетік не? Панама каналы болады. Ал Панама каналының міне бәленбай пайызы Панама каналының билік құқығы, оның Панама каналының маңындағы тіпті жерлер, маңызды нысандар Қытай компанияларының қолына өтіп кеткен. Яғни Панама каналының айналасын Қытай алып қойған. Кез келген уақытта каналды жабады алады, жарады алады. Каналдан Американың әскери кемелері, зымыран тасыған кемелері анау-мынау өте алмайды.
Онсыз да қазір салықты көбейтіп, кезекте Американың кемелерін қаңтарып қойып, мына жақтан Қытайдікі бірінші өтеді. Панама каналын Америка салып, Панамаға өткізіп бергенде $1 өткізіп берген. Бірақ о кезде Панама каналының нейтралдығы туралы, бейтараптығы туралы тастай келісім шартқа отырған. Бірақ Панама бұл бейтараптықты сақтамай отыр. Қазір Панама каналы ресми түрде Қытайдың ілкіне өтіп кетіп отыр. Қытай Панама каналын қалаған уақытта жабатын, қалаған уақытта тоқтататын, қалаған уақытта құрталатын, қалаған уақытта кедергі жасайтындай маңызды рөлге ие болған. Каналды салған Америка, бірақ қызығын көріп отырған Қытай болып отыр. Енді қызық болғанда Марко Рубио Панамаға жол тартқан. Марко Рубио Панамаға жол тартқан. Мынау Трамптың өте жіті жаңағы жоспарды өте қатты жүргізетіндігі Гренланды туралы әңгімені айтқанда, ұлы Трамптың ұшағыменен Гренландқа кетті. Трамптың анау үлкен ұлы бар ғой. Анау Қарабай ұлы. Сарыбай емес. Ал енді Панама туралы әңгіме айтқанда Марко Рубионың Панамаға жол тартуы. Және сол Панама каналының айналасындағы оңтүстік Американың біраз ұсақ түйек елдері бар. Соның бәріне жаңа Марко Рубио соғып қайтады деген жоспар бар. Ал ол елдердің дені қандай елдер? Кезінде Американың өте зор инвестициясыменен негізгі макро жүйелерін дамытқан, яғни әуежай, тас жол, құрылыс, қала құрылыс, қала электр жылу жүйесі, қысқасы анау медицина, мектеп, сол сияқтының бәрін Американың көмегіменен іске қойған. Яғни оңтүстік Америкадағы анау ну жыныс орман, ең жабайы жатқан елдер сол Американың көмегіменен сөйтіп мемлекеттің негізгі қаңқасын, сұлбасын сомдап алған. Соңғы кезде жаңағы тісін тілімен жасырып, жаңағы іші ұлып, беті күліп тұрған арамза Қытайлар барып, зауыт салып, шұрым-бұрым тауарларын беріп, жаңа фентанилін беріп, ана 2 метр сирағы бар Қытайдың қылымсыған шайтан қыздарын ана басшыларына тоқалдыққа жіберіп, сонымен ол елдердің біразы Қытайдың ілкіне өте бастады. Енді соның бәрін Марко Рубио барып, әкелерін кім танып алыңдар. Не ары тұр, не бері тұр қысқасы. Біз анық білейік, сен не Қытай жақ бол, не біз жақ бол деп екіге айырып алғалы бара жатыр. Бұл да аса үлкен маңызды шешім деп айтуға болады. Енді Швейцариядағы мынау Давос форумында Зеленскийдің маңызды мәлімдемелері бірінен кейін бірі тарап жатыр. Кешегі лекциямызда, тура осыдан 24 сағат бұрынғы лекциямызда орыстардың мына бүкіл дүниелік ақпаратта пропаганда теріс кері үгіт насихат таратып, атақты Түркия келісімі туралы ақпарат таратып жатқанында Зеленскийдің Түркия келісімінде не болғандығын ашып тастағандығын, бұл мынау бүкіл дүниеде кейбір бүйрегі орысқа бұратындардың, немесе кейбір не керегі бар еді осы соғыстың дейтіндердің орыстардың аталмыш Түркия келісімінің сырын Зеленский ашып тастау арқылы көп жұрттың көзін ашқандығын кешегі лекциямызда айттық. Бұл арада айтпаймыз. Бірақ Зеленский осы Давос форумында маңызды бір сөздер сөйледі. Және Еуропа менен Американың ортасында бір маңызды қатынастар болды. Мен енді лекциямның осы екінші бөлігінде осы туралы айтамын. Бір-екі ауыз кофе ішіп алайық, бір-екі ұрттап. Бисмилlah. Ал. Енді осы туралы ақпараттарды сіздерге дайындағанымыз бойынша жазып, жариялап жіберейік. Енді қараңыздар, міне соғыстың басталғанына 1065 күн болыпты. Дәл бүгін соғыстың басталғанына 1065 күн болыпты. Киевтің әскери әуе күштері Ресейдің бір түнде шабуылдаған 92 ұшқышсыз ұшағының 57-сін атып түсіргендігін хабарлады. Әуе күштері сонымен қатар 27 дронның электрондық жоғалып кеткендігін және олардан жаңағы ешқандай да зақым келтірмегендігін айтты дейді. Бұл Әл Жазираның ақпараты. Екінші ақпарат, Мәскеудің қорғаныс министрлігі Ресей күштері кешкі уақытта 3 сағаттың ішінде 49 украиналық дрондарды жойғандығын хабарлады. Сондай-ақ дрондардың 37-сі Курск облысында жойылды деп хабарлады. Бұл нені білдіреді? Орыстар жойдық деген ақпарат
Оның біразы украиндар, ол дрондар жойылды. Көбі камикадзе дрондар барып өзі де жойылады, елді де жояды. Орыстар жойдық дейді, анығында орыстың нысаналары да жойылып жатқандығын білу керекпіз. Мәскеудің қорғаныс министрлігі Ресей күштері кешкі уақытта 49 украиналық дронды атып түсірді. Украина сәрсенбі күні Ресейдің Запорожьеге зымырандық шабуылынан жараланғандар санының 51-ден асқанын айтты. Шабуылдан 47 жастағы ер адамда қаза тауып, 10-даған мың адам электр және жылусыз қалды дейді. Украина полициясы қару-жарақ пен оқ-дәрілердің заңсыз сатылуын тоқтату үшін бүкіл ел бойынша 1000-ға жуық рейд өткізді. 20-ға жуық адамды тұтқындағаны хабарлады. Негізгі мақсат сату және сақтаудың жаңағы жабық арналарын жабу деді. Яғни біреу тойғайланғанда біреу қойғайланып жатыр. Украина халқы жаңағы жан алып жан беріп жатқанда алаяқтар қару-жарақ, оқ-дәрі сол мәселенің заңсыз саудасына кірісіп кеткен. Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары Мәскеу қорғаныс министріне сілтеме жасап, олардың Украинаның шығысындағы Донецк облысындағы Салон ауылын басып алғандығын хабарлады. Ауыл Киев әскерін қамтамасыз ететін негізгі орталық Покровск қаласынан 12 километр жерде орналасқан. Орыстар бір құрттай ауылды украиндер меңгеріп отырған Покровск қаласынан 12 километр жердегі жаңағы құрттай ауылды, Салон деген ауылды алдық деп тура осы бір Марсқа қонғандай, айға ұшқандай болып мәз болып отыр. Анығында Ресейде сондай ауыл аз бет, Ресейде жер жетпей жатыр мед. Сасық көкірек орыстар қысқа сөздерінің сасық көкіректігіне жауап алып жатыр. Енді Бельгияның премьер-министрі Александр До Кру Давостағы алқа отырысында Еуропа одағының талдауы Ресей экономикасы Киевпен соғыста кем дегенде тағы да 1 жыл сақтай алады деген қорытындыға келетінін айтты. Де Кро сонымен бірге Мәскеуге қарсы санкциялардың 16-шы пакетіне газ, энергия және тыңайтқыштар кіретіндігінің маңызды екендігін баса айтты дейді. НАТОның бас хатшысы Марк Рютте Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумда Украинада тұрақты бейбітшілік күштері орнаған кезде бір күні НАТОға қосылатын айтып, және НАТО Ресейдің НАТОға кімнің қосылуы туралы вето қоюға Ресейдің ешқандай құқы жоқ екендігін ажуалап тұрып айтты. Форумда Рютте Ресейдің Украинаға қарсы соғысында жеңіске жетпегеннің маңызды екендігін айтты. Украинаға қолдауды арттырудың қажеттілігін қуаттап, Майдан сызығы дұрыс емес бағытта жүріп жатыр деп қосты. Неге? Орыстар жаңа Салон ауылын алған сияқты Майдан сызығында соңғы кезде орыстарда кәдімгідей әжептәуір ілгерілеу бар. Украина қару-жарақтың жетіспеушілігіне тағы да тап келіп отыр. Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Трамптың егер Путин жақын арада Украинамен атысты тоқтату туралы келісімге келе алмаса, қосымша санкциялар саламыз деген бұрынғы қоқан-лоққысына жауап беріп, Трамптың сөздерінде ешқандай жаңа құрамдар жоқ екендігін айтты дейді. Песков ничего нового деді ма, сондай бірден айтты Песков. Мұрт едірейіп. Бірақ бұл жерде бір нәрсе тұр. Мына Песковтың сөзінен кейін орыстың зиблогерлеріменен кейбір Ресейге бүйрегі бұратын, Украинаға қарсы тұратын кейбір батыстың сарапшылары Трамптың Украинаға салатын санкциясынан мәнде шықпайды, мағынада шықпайды. Себебі Америка мен Ресейдің ортасындағы тіке сауда 2 миллиард па бірденке ғана ақша, оны басы бүтін тоқтатып тастаса да Ресейге келер кетер жоқ деген әңгімені айтыпты. Бұл өте үлкен сауатсыздық әңгіме. Немесе өте арамза адамның айтатын әңгімесі. Біле тұра әдейге жұртты алжастыру үшін. Бұл жерде Трамп санкцияны тек Ресей мен Америка ортасындағы тауар айналысына саламын деп отырған жоқ. Ресейге ақша әкеп отырған Индия, Қытай бар. Тағы санкцияны айналып өтіп оған көмектесіп отырған қазақ, өзбек, қырғыз бар. Беларус бар. Яғни Ресейге кіретін әрбір тиынды Трамп тосамын деп отыр. Сондықтан Трамптың Путинді қорқытып айтқанына Truth social медиасында, Truth
қоғамдық медиасында, әлеуметтік желісінде айтқан, біз егер сен мәмілеге кел, мәмілеге келмесең, жаңағы сауда соққыларын, кедендік салықтар және тарифтерді енгіземін дегенін жұрттар айтып отыр. Олар сақ еткізіп Гуглден іздеді, Ресей мен Америка ортасындағы сауда айналысы мынша ғана, одан Ресейге келер кетер ештеңе жоқ деп отыр. Мәселе онда емес. Индияны неге қосты? Индияны Марко Рубио неге келіссөзге қосып отыр? Қытайды неге қосып отыр бұл жерде? Қытайды жаңағы Трамп осы жол Давос форумында сөз алды. Мен Ши Цзиньпинмен сөйлестім. Оның осы жол соғыс тоқтатуда жаңағы ол істей алатын көп жұмыс бар. Біз тіпті бүкіл дүние жүзінде жаңағы денуклеаризation, яғни атом қарусыздандыру, ядросыздандыру мәселесін талқыладық. Ши Цзиньпин осы соғысты тоқтатуда бізге көмектеседі деп үміт етемін деді. Ол деген сөз Трамп Ши Цзиньпинге соғысты тоқтатасың, Ресейге жаңағы дрон, анау мынау чип, мип, тұрмыстық және соғыстық және тұрмыстық, соғыстық және халықтық қос сипаттағы тауарды өтіріктен жай экономикалық қарым-қатынас деп Ресейге жіберуді тоқтатасың. Егер сен тоқтатпасаң, мен сенің тауарыңа тарифті үлкейтемін деп отыр. Яғни бұл арада Қытайға Трамп ашық түрде талап қойып отыр. Не Ресейді таңдайсың, не бізді таңдайсың. Егер сен Ресейге жаңағы техникаларың де, машина, көлік, мотор, сатор, чип, мип, дрон жасайтын заттар, жаңа навигаторлар, сол сияқты бәле бәтіріңнің бәрін жаңағы, соның бәрін оптикалық заттар, қысқасы қару жарақтың бөлшектерін сен Ресейге жеткізесің, онда жақсы, мен сенің кедендік салығыңды арттырамын. Тіпті Трамптың жақтастары айтады, Трамп қаласа Қытайға 100% кедендік салық салады. Ол деген сөз сауда тоқтайды деген сөз. Сауда тоқтайды деген сөз. Ал Америкамен сауданы тоқтатып қоюға Қытайдың қошқанағы шыдамайды. Бұл деген сөз Ресейге қару да, қаржы да Қытайдан кеп тұр. Ал қаржының бір бөлігі Индиядан кеп тұр. Қарудың бір бөлігі Ираннан кеп тұр. Мына жерде Трамптың әкімшілігі осы Ресейді күшейтіп, қуаттандырып отырған осы үш қайнар көзбен тіке алысқалы отыр. Енді мен бір үміт күтем, Путиннің аузына су тамызушының біреуі Тақай. Путиннің аузына су тамызушының біреуі Тақай. Трамп дәлел жеткілікті болған жағдайда Қазақстанның ресейшіл билігін жазалайды. Мен оған сенімдімін. Ол туралы кейін бөлек тоқтаймын. Міне жерде бір ақпаратты айтайық. Пескоп сондай-ақ Reuters агенттігінің хабарлауынша дейді, Путин Мәскеудің соғыс уақытындағы экономикасындағы жағдайлар туралы алаңдай бастады деген мына батыстағы мәлімдемеге жауап берді. Пескоп оның бәрін теріс деді. Мен кеше бір пост салдым, оқыдыңыздар ма? Кремльде жиналыс болған, Ресей экономикасы туралы жабық жиналыс. Сонда Путин құтырынып, кәдімгі есінен айырылып қала жаздап, экономикаға жауапты министрлерді, банкерлерді, экономистерді, шаруашылықты реттейтін барлық құрылымдар жерден алып, жерге салып, сол әне жерде бір сағат па 2 сағат аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, бұлқан талқан болыпты. Бұл бейресми дерек көздері арқылы тарап кетіп отыр. Оны енді өз жерде бәленбай 100 адам отыр, оның ішінде қаншауы батыспен қымғуыт қатынаста, қаншауы батыстың агенті, бұндай дерек. Сосын батыста ойбай Путин енді ресми түрде Ресейдің экономикасын шатқаяқтығын мойындапты. Путин енді ресми түрде Ресей экономикасын көтере алмаған саясаткерлер мен экономистерін қатты заланып, боқтап, ұрысыпты деген әңгімеге Пескоп жауап берді. Жоқ, бұның барлығы өтірік. Ел экономикасы тұрақты және белгілі бір проблемалық факторларға қарамастан салыстырмалы түрде жоғарғы даму қарқыны сақтап отырғандығын Reutersқа айтыпты. Яғни теріс деп отыр. Бірақ қалай болмасын, Путин ренжіпті, Путин айғайлапты, Ресейдің экономикасы туралы жиналыста экономистер мен саясаткерлерін Путин боқтап, жерден ап жерге сапты деген әңгіменің батысқа тарауы, ал Пескоптың оны Reutersқа беріп, жоқ, ондай әңгіме жоқ, біздің экономикамыз жақсы деуі, бұның барлығы Ресейдің халқының құлағына жете ма? Жетеді. Ресейдің халқы онсыз да телевизордағы теріс үгіт насихат қарағанменен холодильнигін ашып қалғанда
ішінен баяғыдағыдай заттар шыға ма, шықпай ма? Жоқ. Портмелін ашса баяғыдағыдай ақша шыға ма, шықпай ма? Жоқ. Миын телевизор улағанмен қарынды алдай алмайсың. Миды алдай аласың, қарынды алдай алмайсың. Ресейдің халқы мимен ойланатын халық емес, олар қарнымен ойланатын халық. Неге? Құлдың тұқымдары. Құлдар қарнымен ойланады. Ал адам мимен ойланады. Енді Ресейдің халқы экономикасы шатқаяқтағанын қайтеді, ішетін арағы болмай қалғанда, жейтін тамағы болмай қалғанда, ақшасы жетіспей қалған кезде Ресейдің халқына ой түседі. Көрдіңіз ба? Песковтың айтып отырғаны осы әңгіме. Сосын Америка тарап Еуропаға мына НАТОны қорғаудағы шығынның сендер тек 2%-ын көтересіңдер, 5%-ға көтеріңдер деп Америка талап қойды. Ал Рютте айтты, Украина жеңілсе бұл геосаяси зор қателік болады деді Давос форумында. Трамп Қытай соғысты тоқтатуға көмектеседі деп үміттенемін, біз ядролық қарулардан бас тарту үстінде қолға аламыз деді. Америка тарап НАТОның құрамындағы елдерге ішкі жалпы өнімнің 5%-ын НАТОның шығынына жұмсау талап қойды. Украина 120 дронмен шабуылдаған. Мәскеудегі 3 әуежай тоқтады. Мәскеудегі 3 әуежай қызметін тоқтады. 120 дрон шабуылдады. Рязан маңындағы жылу электр орталығы да құрыды деген хабар бар. Былтыр қыркүйекте 158 дронмен шабуылдаған. Брянскідегі жаңа кремний зауыты да кейбіреулер айтады толықтай дейді, кейбіреулер айтады бір бөлігі дейді, бүлінді дейді. Себебі Брянскідегі кремний зауыты Ресейдің мақтаулы, таңдаулы Искандер зымыран дейтін зымыранның кейбір бөлшектерін өндіреді екен. Міне бұл зауытқа украиндар екінші мәрте шабуылдап отыр. Мәскеудің 3 әуежайы тоқтады деген сөз не? Ұшып жүретін Ресейдің орта табы, жоғарғы табы, саясаткерлері, қоғамның жоғары жағында ұшақ билетін көтере алатын жағдайы барлар 3 әуежай тоқтағанда не дейді? Дейді. Әуежайға адам тасып жан бағатын 10 мың, 20 мыңдаған таксистер не дейді? Дейді. Әуежайда сервис жасап жан бағатын әрбір 3 әуежайдағы әрқайсында 2 мыңнан 3 мыңнан адам бар десең 10 мың орыс не дейді? Бүгін работа нету дейді. Яғни Ресейдің жүрегі Мәскеуде үлкен толқу пайда болатын негізгі факторлар жасалып тұр. Жаңа мұнай, Рязандағы мұнай өңдеу зауыт ол жанып кетті. Ол өрттің үлкендігі соншалық, әзір Твиттерді ашып қалсаң, спутниктен түсірген суреттер. Ананың көлемін есептейді. Бәлен квадрат метр жанды, түген квадрат метр жанды дейді. Міне, әскери мамандар ана жарылыстың сипатына қарап, ол ана спутниктен түсіргенде ана өрттің температурасы көрінеді. Мысалы, ең қарапайым сауат, мына астрономиядан сауаты барлар біледі. Аспандағы жұлдыздың сәулесінің жарықтығына қарап, реңіне қарап, ана жұлдыздың біздің күн сияқты лаулап жанып тұрған от шар ма? Жоқ, орта жастағы, орташа суыған жаңағы тұрақты жұлдыз ба? Жоқ, әлде ол кәдімгідей суынған ергежейлі жұлдыз ба? Сонаны жұлдыздың сәулесіне қарап айырады. Осы жерде тұрып. Ол астроном ғалымдардың жаңағы түсінігіндегі нәрсе. Енді қазір мына спутник дейтін нәрсе пайда болды. Сонымен ана жарылыстағы реңге қарап, оны жаңағы қызыл сәулемен түсіру, анау түсіру, мынау түсіру бар. Соған қарап, ана жердегі жарылыстың қуаты, о жерде қандай зат жарылған болуы мүмкін, бәрін неше түрлі болжамдар айтып жатыр. Енді міне жерде өте үлкен осы жолғы шабуылдың бұл пайдасы Рязан орыстарға үлкен ой салады деп ойлаймын. Қысқасы орыстар 3 жылдың алдында түк
түкірігіне шашалған, кеудесінен нам піскен сасық көкірек орыстар енді міне Ресейдің астанасының іргесінде мынандай жарылыстар болып жатқан кезде ойланады деп ойлаймын. Соңғы кезде Ресейде соғысқа наразылық қатты күшейді. Орыстың КГБ-сы жан таласып, әлеуметтік желіде тіпті жасырып, сөз астына сөз жазырып, жазба жазған жастарды, бүлдіршін қыздарды, студенттерге дейін тергеп тексеріп ұстап, олар ұстаған сайын олардың наразылығы күшейіп, Twitterде VPN арқылы шығып, ағылшын тілінде наразылықтарын жазып жатқан орыстар күннен күнге көбейіп тұрған осы сәтте бір нәрсені білуге болады. Адам шығыны артып жатыр, қаржылық шығын артып жатыр, міне әуежайлар тоқтап жатыр, жанармай бекеттері жарылып жатыр, мұнай қоймалар жарылып жатыр, міне. Ал осының барлығы енді орыстарды ойландырып тұр. Оказывается, біз великий емес екеміз. Деп мұна есекбасы орыстар ойланып жатыр кәдімгідей. Біз великий емес екенбіз. Ой, құрысыншы Донецкі украинша сөйлей ма, не бопты? Луганскі орысша сөйлей ма, не бопты? Ал енді біздің тілімізде сөйлей қоймадың деп неге шабуыл жасадық? Атаңа нәлет, енді сонда анау Донецкі, Луганскіні сол жердегі орыстар украинша сөйлемейміз депті. Орыс тілі мен украин тілінің айырмасы қазақ тілі мен қырғыз тілінің айырмасындай. Қазақтар жақсы дейді, қырғыздар жақшы дейді. Сондай айтады. Енді әне жердегі ана қырсықты орыстар Донецкіде, Луганскіде отырып Украин жерінде. Жақшы деңдер десе, жоқ, жақшы демейміз. Біздің тіліміз жақшы дегенге келмейді. Біз деген өте великий орыстармыз, біз де жақсы деп айтамыз деді ғой, бітті қысқасы. Енді сол үшін соғысып, сол үшін Донецкі қырғын боп, Луганскі қырғын боп, сол үшін линейер құрылып, сол үшін жаңағы орыстар, міне, біз деген ұлы орыс халқы, біз жат халықтың тілінде сөйлемейміз деді. Міне, енді сол тұрама, осыншама бодау беруге, осыншама қырғын салуға тұрама сол мәселе. Мысалы, бұлайша айтқанда, орыстар нағыз сасық көкірек. Сасық көкірек болғанда енді оны адамзаттың тілімен түсіндіре алмайтын сасық көкірек болып тұр. Кейде мен ойлаймын, осы орыстар осы адамзат па, жоқ бөлек бір мақұлық па деп ойлап қаласың. Кейде мен бұларды бір бөлек бір мақұлық па деп ойлап қаламын. Адам емес ол. Адам емес. Мен мысалы ешқашан бір қырғыздарды мен төмпештемес едім. Сен неге қазақша сөйлемедің деп. О қырғызша сөйлей берсін, мен түсіне берем. Керек па өзбекше сөйлей берсін, мен түсіне берем. Сен немене, сен қазақша неге сөйлемедің, сен неге мені уажы айт қылмадың деп әгілер төмпештеп қаласына зымыран атсаң, сен енді жындысың ғой, жындының өзі өйтпейді. Қысқасы орыстардың бұл ісі енді адамзат тарихындағы ең бір малғұндық болып қалды ғой. Өздерінің великейлігін дәлелдеймін деді. Ал енді жаңағы сасық көкірегі асқынған Донецкідегі, Луганскідегі, Курскідегі, Қырымдағы орыстар. Ал бармағыңды шайнап отыр міне. Мына жағынан Украинаның зымыраны, Украинаның дроны жаңағы жарып, атып, шауып өлтіріп, ана жағынан өзің великий деген орысыңның зымыраны атып, шауып, сонымен екі жақтың отына қатар өртеніп отыр енді. Осыны ана есекбас орыстарға түсіндіру керек. Великийлер, тыңдаңдар міне, великийлеріңнің сиқосы болды деп түсіндіру керек міне. Мен енді өзім орысша білмеймін. Егер мен орысша білсем, осы орыстар великийміз деп 1000 жыл айта алмастай қылып тастар едім, орысша білмеймін енді. Кейде ойлаймын енді, Алматыда немене 20 жыл жүрдім, бір 2 ауыз орысша үйреніп алмадым ба? Егер 2 ауыз орысша үйреніп алғанда осы орыстар бар ғой, великий деген сөзді айтудың өзінен енді бас тартып, великий деген сөз харам деп пәтуа бергістіп жіберетін едім турасы. Енді орысша білетін қазақтар көп қой енді. Айтыңдар мына орыстарға, мына біздің Петропавл, Павлодардағы орыстарға, мына аққұлақтарға айтыңдар. Великийсіңдер ма? Донецкі, Луганскі, Курскідегі сияқты великий болып кетесіңдер деп құлақтарына құйып, саналарына сіңдіріп тастаңдар. Жаз